Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Ақерке. Дәл осы арнада, дәл осы видеомен сізді көргеніме қатты қуаныштымын. Тақырыбынан өзіңіз көріп тұрғандай, еркенің еркін ойлары деген жаңа айдар бастадым. Бұл айдар менде толықтай өзімнің ойларымды, әртүрлі нәрсеге қатысты көзқарастарымды айтуға, осындай кейбір тақырыптарды талдауға арналатын болады. Сәлем достар. Міндетті түрде. Так. Не айтып жатырмын? Егер сіздерге қызықты кейбір тақырыптар болатын болса, пікір бөліміне жазып кетсеңіздер болады, алдағы уақытта талдайтын боламыз. Бүгінгі еркенің еркін ойлары деген айдарда мен мына нәрсені талдағым келеді. Негізі былай ойланып қарасам, бұрын мен көп мән бермейтін, бірақ қазіргі таңда менің өмірімде көбірек актуалды, өзекті болып жатқан кейбір тақырыптар бар екен. Негізі өткен видеодағыдай 10 минут сөйлегім келмейді, осы жолы қысқа да нұсқа қайрам. Бірақ сонда да өзімнің кейбір нәрсеге қатысты соңғы кезде көбірек байқап жүрген ойларымды сіздерге бөліскім келеді. Мысалы, сізде андай нәрсе болды ма? Бұрын сіз ол нәрсеге қатты мән бермейтінсіз, ол бәлкім адамдардың бір кейбір қылықтары, бәлкім сөздері, бәлкім айналаңызда болып жатқан жағдайлар. Сіз осыған дейін де ол нәрсе негізі болып жатқан сіздің айналаңызда, бірақ сіз ол нәрсеге мән бермегенсіз. Қазіргі таңда ол сіздің алдыңыздан көбірек шыға бастады, сіз сол нәрсені көбірек байқай бастадыңыз. Егер сондай жағдайлар бар болса, осы видеоға лайк басып қойыңыз. Өйткені бүгін осындай нәрселер туралы сөйлесетін боламыз. Ең бірінші нәрсе, мен айтқым келетінім, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасында. Яғни көбіне менің басқа адамдармен қарым-қатынас орнатуымда мен бір нәрсені байқадым. Өткенде ғана Нәрікби деген ағайдың подкастында Табиғат Қаутай ағамыз қонақ болып келген еді. Сол жақта Табиғат ағай бір сөзінде былай деп айтып қалды да. Жалпы жұмаққа кіретін адамдар тозаққа кіретін адамдармен сыналады. Білімді адамдар білімсіз адамдармен сыналады. Бай адамдар енді байи бастаған кезде алдынан кедейлер көп шыға бастайды қарсы сұрап. Сұлу адамдар сұлу емес адамдармен сыналады дегенде сондай бір мысал айтқан еді. Мен негізі осы әңгімені айтуым қаншалықты дұрыс деп біраз ойландым, өйткені тәкаппарлыққа салынып кетіп жатқан жоқпын ба дегендей бір қарсы кереғар ойлар келді. Бірақ сонда да енді ойды бөліспейтін болсаң, ол өзінде қала беретін болса, ол ешқандай басқа күйге ауыспайды, ол дамымайды, талданбайды, ол басқа біреудің көзқарасына ілікпейді дегендей, ол өзінде сол күйінде қала береді. Ал сенің ойыңның дәл сол күйінде қала салғаны қаншалықты дұрыс. Яғни енді әрине жағдайға қарай баға беру керек деп ойлаймын. Яғни кейбір ойларымыз болады, өзімізде қалғаны абзалырақ болады ол ойлардың. Ал кейбір ойларымыз болады, оларды көбіне айтқан, талдаған, бәлкім сол арқылы басқа адамға ой салатындай ойлар болып қалады кейде. Бүгін солардың бірімен бөлсем. Мен негізі қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектепті бітіргеннен кейін, ол жақта кітап оқу, шығарма талдау, ойдың түбіне жету, белгілі бір оқиғадан, ситуациядан қорытынды жасау, алдағы уақытқа қарай не істейміз деген сияқты есеп беру, иә. Жалпы қай жақтан келе жатқанды және қай жаққа бара жатқаның туралы рефлексия жасап отыру өте емес енді, бірақ енді көбіне қалыпты жағдай болатын. Өйткені әр шығармадан кейін біз белгілі бір қорытынды шығарамыз, оны бүгінгі күнмен, бүгінгі қоғаммен байланыстырамыз, соның арқасында белгілі бір деңгейде өзімізге жаңа инсайт алатынбыз, таным көкжиегімізді кеңейтетінбіз. Және ол нәрсе маған мектепте өте қалыпты болып қалыптасты, қалыпты деңгейге дейін түсті. Ал енді мектептен түлеп шыққаннан кейін маған жаңа ортаға бейімделу біршама қиын болды. Өткенде де Ділмар үйірмесімен бір жиналған кезімізде Аял Майдарқызы мынандай ой айтқан еді. Шынымен мектеп бітіріп шыққаннан кейін басқа ортаға келгенде сен не сол ортаның ығына жығыласың, не болмаса сол ортаны өзіңе қарай бейімдеп аласың. Енді осы мәселені қалай шешеміз дегенде, ол кісі үнсіздікпен деп айтады. Яғни бір-біріне қарама-қайшы келетін екі тараптың арасында үнсіздікпен ғана сол мәселенің шешімін табуға болады. Үнсіздікпен деген ол қалай? Мысалы, бір адам болады, мінезі өте шатақ, былайша айтқанда өте эмоциональный адам, барлық жерде ойындағысын бірден айта салады, бірден не істегісі келеді, соны істей салады. Сондай бір адам болады, және соған қарама-қайшы
өте сабырлы, сондай байсалды, әрбір сөзін, әрбір істейтін ісін ойланып, ой елегінен өткізіп барып жасайтын адам болады. Байсалды адам жаңағы эмоционалды адаммен сыналуы мүмкін. Сондай кездері ол адамға қалай түсіндіреміз, яғни сенің кішкене эмоцияңды басып, кішкене басылуың керек, не болмаса кішкене салмақтырақ болу керек деген идеяны біз қалай жеткіземіз? Үнсіздік арқылы. Яғни ол адам бір рет келеді, саған бірдеңе деп айтып сөйлеп, бәлкім ұрысып қаласыңдар. Ол кезде сен үндемей қаласың. Ол кісі қайтадан алып екінші рет келіп саған тиіседі, ана байсалды кісі тағы үндемей қалады. Үшінші рет тиіседі, сосын барып ол тағы үндемейді. Солай бірнеше мәртеден кейін жаңағы эмоционалды адам өзінің дұрыс емес жасап жатқанын, бәлкім белгілі бір деңгейде ашуды аяқ астынан, тырнақ астынан кіргізіп шығарып жатқандығын түсінеді. Түсінгеннен кейін ол сол ситуациялардың барлығын ой елегінен өткізіп барып өзіне қорытынды жасайды. Бәлкім сол қорытындыдан кейін ол белгілі бір деңгейде жақсы қарай өзгереді, кішкене байсалдырақ бола бастайды, ал бәлкім өзгермейді, ол енді адамның әрі қарай өзінің таңдауына байланысты. Менің соңғы кезде байқаған нәрселерімнің, ситуацияларымның бірі осы. Бәлкім мен дәл өзіме қарама-қарсы ортамен сыналып жатқан шығармын деген өткенде ой келді. Мысалы, маған осыған дейін өзіме ойларымды сүзгіден өткізу арқылы қамқорлық жасау өте қалыпсыз біртүрлі нәрсе секілді көрінетін. Маған күн сайын, мен оны бұрын байқайтынмын, күн сайын басыма түрлі ойлар келеді. Бірақ солардың ішінде керегін алып қалып, оны күнделікке жазып алып, түртіп алып, не болмаса жай ғана ойланып отырсам да, сол ойдың түбіне жетіп, ең жақсысын ғана алып қалу, ал қалған керек емес ойлардың барлығын ысырып тастау, ол біртүрлі нәрсе емес, ол қайта сенің өзіңе жасап жатқан қамқорлығың екенін мен бұрын түсінбеген екенмін. Ал қазір соңғы кезде осы нәрсеге көбірек көңіл бөліп жүрмін. Медитация деп қазір айтады ғой. Шын мәнінде медитация деген ол дәл солай өзіңіздің ойыңыздағы, басыңыздағы артық нәрселердің бәрін шығарып тастап, ертең пайдасына келетін, сізге қызмет ететін ойларды ғана қалдыру, сол арқылы үлкен жетістікке жету. Менің түсінігімде медитация деген нәрсе осы. Көбірек медитация емес, концентрация, яғни белгілі бір нәрсеге фокус қою деп те айтсақ болады. Өйткені мысалы бір 15 минут, 20 минут көлемінде сіз осы нәрсемен айналысатын болсаңыз күнделікті, ол эффект накопления деген бар. Белгілі бір деңгейге жиналып, сол жасаған іс-әрекеттеріңіздің нәтижесі ертең сізге үлкен көрінетін жеміс болып қолыңызға түседі. Осы тұста мынандай сұрақ туындайды, неге мен бұл нәрселерге бұрын мән бермей, ал қазір көбірек мән беріп жүрмін? Менің беретін жауабым бәлкім осыған дейінгі жүріп өткен жолда, осыған дейінгі жасаған істердің ішінде мен көбірек санына мән берген шығармын. Ал қазір мен көбірек сапаға қарай мән беруге тырысамын. Жаңа айтқанымдай ой елегінен өткізіп, не үшін, неге, бұл қалай деген сияқты сұрақтарға жауап беруге тырысудамын. Бәлкім оған есейіп жатқанымыз да әсер ететін шығар. Енді жылға жыл, күнге күн, айға ай қосылған сайын санаң кеңейеді, көкжиегің кеңейеді, алып жатқан ақпарат, түрлі өмірдегі болып жатқан ситуациялар, жағдайлардың барлығы сені өсіреді. Бәлкім соның да әсері бар шығар. Қалай болған жағдайда да бұның барлығы адамға тұлғалық өсуге деген бір сара жолын салып береді. Өмірдің мәніне үңілуге, оған тереңірек ой жүгіртуге мүмкіндік береді. Және адамның өзіне қарай байланысты шығар, ол шабыт сыйлайды деп айтар едім. Бәлкім біреуге сыйлайды, біреуге сыйламайды деген әңгіме ғой. Бірақ мен үшін бұл жағдай, осы бір өзгерістер кішігірім маған өте үлкен шабыт сыйлайды. Видеоны қорытындылай келе, мен сіздерге де сұрақ тастағым келеді. Соңғы уақытта сіздер көбірек байқап жүрсіздер, қандай нәрсені көбірек байқап жүрсіздер, сол туралы пікір бөліміне жазып кетіңіздер. Ал мен ойымда Мұхтар Шахановтың соңғы өткенде Ділмар Ермесімен ауызашарға жиналған кезде Нұрайым Жасұланқызынан естіген өлеңмен қорытындылағым келеді. Енді бұл өлеңді білмейді екенмін, сондықтан айып етпеңіздер, оқып беремін. Мұхтар Шахановтың өлеңі. Ғұмырымыз сан үміттен тұрады, сан күдіктен тұрады екен Тәңір-ау. Кімнің қашан керең болса құлағы, секілді оған бүкіл дүние саңырау. Өмір шіркін, кейде жомарт қолменен, сараңдардың шайына сүт қатады. Кейде қызық тұлпар жүрген жолменен, есектер де кетіп бара жатады. Мұның өзі жомарттыққа сияма, қыран неге, тартады өзін төменге, намыстанам бүркіт ұшқан қияда, жапалақтың ұясы бар дегенге. Бақыттылар салған әнді ертемен, тұрам тыңдап, мен қашанда ояумын.
жапалақтар ұя салған бөлкеде, сенің даусың естілмесін, аяулым. Менің ойымша, мына бір өлеңге күшті бір музыкасын жазып ән етіп шығарып жіберуге болады, өйткені сондай шабыттандыратын, жігер сыйлайтын, жүрекке жылы тиетін өлең екен. Сонымен, құрметті көрермен, соңына дейін менімен болғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Арнамдағы келесі шығарылымдарды да тамашалай жүріңіз, менімен бірге болыңыз. Арнама тіркеліп, колокольчик дейді ғой, қоңырауды басып қойыңыз. Келесі кездескенше.